Сәлеметсіздер ме, құрметті достар, сіздермен бірге Ықтияров Аяз Әбдірахымұлы ары қарай поликлиникалық терапия эндокринология циклы бойынша ситуациялық есептерді талдауды сіздермен жалғастыруға келіп тұр. Бүгін сіздермен өмірден алынған сондай бір ерекше случаймен бөліскім келіп отыр. Ситуациялық есепте осыған тікелей қатысы бар. Алдымен мына суретке жақсылап қарайықшы. Міне мына науқастың түріне қараған кезде сіздер не ойлайсыздар? Маңдай қатпарлары прям айқын білінеді, көзінде оты жоқ, нұры жоқ, бір өмірден әбден қиыншылық көріп жүрген, бір азаптанып жүрген. Жаңағы айтады ғой, өмірге деген қызығушылығы, ішкі чакрасы өшіп қалған сондай бір кісі сияқты. Бір бүкіл өмірдің азабы осы кісінің бойындағы сияқты түрі. Так, осы кісі дейді. Вначале он утратил прежнюю энергичность, ему стало трудно вести дела, его начали лечить от депрессии и гиперхолестеринемии. Правильный диагноз поставили только через 12 месяцев. Понимаете, 12 месяцев. 1 жыл 6 ай уақыттан кейін ғана дұрыс диагноз қойған. Оған дейін депрессия мен гиперхолестеринемиямен емдеген бұл науқасты. Психотропный препараты маған бауырға жалко. Вот, осы кісі әлсіздікке, шаршағыштыққа, интеллектінің төмендеуіне, шаштарының құрғауына, бетінің дөңгеленіп сондай бір ісінуіне шағымданған кісі екен. Былай қараған кезде бұл кісіде гипотиреоз бар екен бірден ұғынуға болады. Так, осымен түсінікті шығар деп ойлаймын. Бүгін сіздермен гипотиреоз туралы айтамыз. Енді келесі суретке назар салыңыздар. Бұл жерде дәл сол науқасты гипотиреозбен, тероксин препараттарымен 4 ай бойы емдегеннен кейінгі түрін қараңыздар. Науқастың бет-әлпетіне қараңыздаршы. О баста қандай болып еді, дәл қазір сондай болып тұр. Көзіне оты жанып, жап-жас жігіт сияқты, маңдайының қыртыстары жаңағы жазылып, әжімдері кетіп деген секілді. Ал міне бастапқы формасымен салыстырған кезде қандай айырмашылық бар. Осы жерде бір ерекше айтып кететін нәрсем, бізде бір кітап бар осындай, диагноз с первого взгляда деп аталады. Диагноз с первого взгляда, пациент есіктен кіріп келген уақыттан бастап сен оның қандай диагноз екенін сезіне білуің керек. Осы жағдайда, мне кажется, гипотиреозды бірінші түсіну егде жастағы кісілерде это нормальный нәрсе сияқты. Ары қарай осымен біздің ситуациялық есебімізді бастаймыз. Бұл жерде біз 44 жастағы науқас учаскелік терапевт дәрігерінің қабылдауына тез шаршағыштыққа, есте сақтау қабілетінің төмендеуіне, ұйқышылдыққа, ашуланшақтыққа, іштің қатуына, салмағының артуына, есінің төмендеуіне және дауысының қарлығып қысылып шығуына шағымданып келеді. Анамнезінен бұл көрсетілген шағымдар 6 жыл бұрын басталғанын және оның ешқандай себепке қатысы жоқ екен, яғни белгілі бір себептерсіз пайда болғанын айтады. Және ол біртіндеп дами бастаған. Осы уақыт ішінде осы науқастың салмағы 76 килограммнан 118 килограммға дейін артып кеткен. 44 килограмм. Если мен математикадан қателеспейтін болсам, 44 килограмм қосып тұр 6 жылда. Және ең маңыздысы, анамнезінде бірнеше рет қайталама ангиналар ғана бар. Қарау кезінде жағдайы қанағаттанарлық, бойы 160 см, тері жамылғысы таза, құрғақ, әсіресе денесінде құрғақ жерлер бар, шынтақ аймағы, ұстап көрген кезде суық. Беті дөңгеленген, бозғылт, қолдың саусақтары пастозды, сондай аяқтарында да тығыз ісінулер бар. Тері асты шелмек қабатын таралу біркелкі, қалқанша безінің екі бөлігі де әсіресе оң жағы және аралығы перишейка дейді ғой, жақсы пальпацияланады екен. Ал біз білеміз, қалқанша без қалыпты да пальпацияланбау керек. Қалқанша без тығыз, ауыртпалықсыз дейді. Өкпесінде тыныс везикулярлы, сырылдар жоқ, тыныс алу жиілігі минутына 16 рет. Жүректің салыстырмалы шекаралары сол жақ ортаңғы бұғына сызығынан сыртқа қарай 15 см, арнайы қызылмен белгілеп қойып отырмын. Оң жағы төстің оң жақ қырынан сыртқа қарай 1,5 см. Жүректің тондары күрт әлсіреген, пульс минутына 53 рет. Бірақ ырғақты. Артериялық қан қысымы 90-70. Тілі ылғалды және тілінде тістің іздері бар. Демек, тілі үлкейген. Іші май қатпарлары мен іштің кебуі есебінен ұлғайған. Бұл да екінші біздің мешкей көкеміз болып тұр, алдыңғы есептегідей.
Іштің пальпациясы кезінде ауырсыну жоқ, бауыр үлкеймеген, нәжісі тұрақты. Лабораторный анализдерден самый керек нәрселер берілген. Бұл бізде тиреотропты гормон 14 миллиметр, милли международный единица на литр. Боз Т4 берілген, ол 5,6 пентамоль миллилитр. Және анти-ТПО, тиреоидный пероксидаза берілген. Көрсеткіштер бекерден бекер, жайден жай беріліп тұрған жоқ. Жалпы қан анализі: эритроциттер 3,5, гемоглобин 96, лейкоциттер 5,8, ал холестерин 8,8 болып тұр. Зәр анализі патология жоқ, ал ЭКГ вольтажының төмендеуі, брадикардия, ал тіс жазылған ұзын. Енді осы науқастың берілген клиникасы бойынша, лабораторный данныйлары бойынша, инструментальный данныйлары бойынша бізде мына сұрақтарға жауап беру керек. Әдеттегідей, алдын ала диагнозды табамыз, оны негіздейміз, анализдер тағайындаймыз, ары қарай емдейміз, одан кейін барып 5-ші қосымша сұраққа жауап береміз. Кеттік. Ең ықтимал диагнозды жазыңыз. Біз уже түсініп тұрмыз, бұл жерден гипотиреоз болатын. Енді бірақ ерекше мән беретін жерлер бар. Ол науқастың клиникасы, 6 жыл уақыттан бері болып жатырғаны, то есть ұзақ уақыт кетті, және анамнезінде ангинамен көп ауырғаны. Біз білеміз, егер науқас ангинамен ауырса, онда міндетті түрде аутоиммундық ауру болады деген сөз. Ангина деген сөзді жай бермейді. Вот ары қарай бізде гипотиреоз деген диагнозды білдік. Енді не істейміз? Барамызда клиникалық протоколды ашамыз, қараймыз. Гипотиреоздың қандай классификациясы бар? Гипотиреоздарды біз 4-ке бөледі екенбіз даже. Біріншілікті гипотиреоз жағдай, екіншілікті гипотиреоз, үшіншілікті және тиреоидті гормондарға перифериялық резистенттілік деген бар. Осы жерден қайсы екенін білеміз, өйткені третичный, үшіншілікті ол гипоталамус бұзылған кезде, екіншілікті ол гипофиз деңгейінде, ал бездің деңгейінде зақымдану болса, ол біріншілікті. Науқастың анамнезінде аденома гипофизі болып, оны удаление жасағанда разрушение гипофиза деген жоқ. Дисфункция гипоталамусадан ешқандай анамнезінде айтып кететін бір моменттер болған жоқ. Сондықтан біз целенаправленно біріншілікті гипотиреозды аламыз. Енді ары қарай дәл сол протокол бойынша біріншілікті гипотиреоз өзінің ауырлық дәрежесі бойынша 3-ке бөлінеді. Осы моментте көп адамдар біз қалқанша безге аса мән бере бермейміз патологияларына. Барсақ сол диабетпен қайтамыз да көбіне. Субклиникалық немесе бірінші дәрежелі деп, манифесттік немесе екінші дәрежелі, және осложненный ауыр дәрежелі 3-ші дәрежелі деп аламыз. Бұл жерде көрсеткіштерге байланысты және клиникалық көрініске байланысты қарастырамыз. Бұл науқаста үшеуінің қайсы екен, давайте қарап көрейік. Ол үшін біз ТТГ мен Т4 деңгейіне қараймыз. Міне, ТТГ мен Т4 деңгейі бізде тиреотропты гормон қалыптыдан міне 10-ға артық болып тұр. 4-ке дейін болса, бұл жерде 14 болып тұр. Ал бос тетраиодтиранин ол 5,6 пентамоль болып тұр. Нормада 10 болу керек. Демек, Т4 төмендеген, ал ТТГ жоғарылаған. Және анти-ТПО деген көрсеткіш бар, оған да қазір оралып қайтадан. Міне, осы жерде анықтап қарайық. Қайсында бізде ТТГ повышен болды, және Т4 снижен болды. Мына жерде де дәл сондай көрсеткіш, бос Т4 екеуі көрсеткіші байланысты. Бірақ клиникасына қарайық. Бізде ешқандай да осложнениелер жоқ, полисерезит болған жоқ, жүрек жеткіліксіздігі болған жоқ, кретинизм, миксидематозная кома болған жоқ. Бізде просто яркая клиника гипотиреоза болды. Сол үшін біз манифестті сатысын аламыз. Біріншілікті гипотиреоз, манифестті деген диагноз. Енді қараңыздар, анти-ТПО деген зат не үшін берілді сонда? Аутоиммундық екенін дәлелдеу керек қой бізге. Давайте теперь сразу обосновать етіп кетейік. Барлықтарыңыз үшін мен осы картинканы интернеттен тауып алып, өмір бақиға өздеріңізге телефондарыңызға сақтап алуларыңызды ұсынамын. Өйткені қалқанша безінің физиологиясын, биохимиясын, гистологиясын, можно сказать, даже патофизиологиясын осы картинадан артық түсіндіретін картинкамен әлі көрген жоқпын. Бұл жерде қан, міне тиреоцит, тиреоидты фолликул, фолликулярный коллоид мына аймақта көрініп тұр. Осы жерден сіздер анықтап қарасаңыздар, міне
мына жерде ТТ рецепторы болады тиреотоксиндік. Ол қозған кезде ТТГ келіп, ядродан немесе дайын тұрған эндоплазмалық тордағы гольжи аппаратынан тиреоглобулин бөлініп шығады. Вот, осы тиреоглобулин төменге қарай кетеді. Оған қосылу үшін натрий йод каналдан, натриевый йодный насостан ішке қарай тотықпаған йод кіреді. Ол пендрин белогының көмегімен коллоидқа қарай өтеді. Сөйтіп коллоидта тотығады да, тотыққан йодқа айналады. Осы жерден міне тиреоглобулин мен йод екеуін қосып, мұқият қараңыздар, тиреоглобулинді йодтау процесін жасайтын фермент, ол тиреоидты пероксидаза деп аталады. Вот, осының нәтижесінде бізде 2-2 болса тетраиодтиронин, 2-1 болса трииодтиронин осылай түзіліп кете береді. Міне, мына жерде экзоцитоз арқылы шықса, бұл жерде уже эндоцитоз арқылы шығып, ары қарай қанға түсіп кете береді. Кеттік, тиреоидный пероксидаза сонда бұл не деген зат? Антитиреоидный пероксидаз деңгейінің жоғарылауы қалқанша бездің аутоиммундық зақымдануының ең негізгі маркері болып табылады екен. Бізде қалқанша безіне қатысты тиреоглобулинге қарсы антидене пайда болуы мүмкін екенін білеміз. Одан кейін барып тиреоциттің рецепторына антидене пайда болуы мүмкін білеміз. Және тағы да бүгін біліп отырмыз, антитиреопероксидаза деген ферментке де қарсы антиденелер түзіледі екен. Енді негіздейік, қараңыздар. Неге пероксидаза? Коллоидтың ішінде пероксидтік заттар өте көп болады. Осы сутегі асқын тотығы 2 моль H иодидтің қатысында суға айналады, 2 моль су бөлінеді, және иодид бөлініп шығады. Осы иодид тиреопероксидаза ферментінің қатысында міне тиреоглобулинмен қосылып 3-иодтиронинге айналады. Вот, 3-иодтиронин емес, бұл жерде енді 1-иодтиронин болып тұр. Міне мына жер сияқты. Немесе 2-иодтиронин болып та түзілуі мүмкін. Нәтижесінде вот 3 и тетра формалары шығады. Вот осылайша ары қарай процесс жалғасып кете береді. Біз осы жерден анти-ТПО-ның маңызын түсіндік деп ойлаймын. Демек, біз біріншілікті гипотиреоздың ең негізгі себебі ол аутоиммунды тиреоидит болады деген қорытындыға қарай келе жатырмыз қазір. Вот дәл сол протоколдан 2017 жылғы аутоиммунды тиреоидит, немесе біз білеміз, өзімізге ұнайды солай айтқан, Хашимото тиреоидиті деп атаймыз. Бұл біріншілікті гипотиреоздың ең негізгі себебі болып табылатын орган спецификалық аутоиммунды ауру. Бұл аутоиммунды ауру кезінде тек қана қалқанша без зақымданады. Ал қалқанша безінің функциясы төмендейді, біраз уақыттан кейін барып басқа органдар зақымданады. Например, жаңағы ревматоидный артрит болса, бүкіл органдар қосылып кетеді. Острый ревматическая лихорадка болса, бүкіл органдар қосылып кетеді ғой. А бұл жерде тек қана орган спецификалық ауру. Сондықтан қалқанша без қызметі бұзылу болмаса, аутоиммунды тиреоидиттің өз алдына клиникалық маңызы жоқ. Енді қараңыздар, бізде негізгі диагноз анықтап алдық. Ол аутоиммунды тиреоидит, гипотиреоз, орташа дәрежелі, манифесті, декомпенсацияланған деген сөз тұр. Қалғандарын түсіндік, а неге декомпенсацияланған, неге субкомпенсация емес, неге компенсация емес? Біз уже ойлануымыз керек, 6 жыл уақыт өтті. Наверное, организм уже перестарался. Компенсация жасайым деп, субкомпенсация жасайым деп. Теперь уже у нас яркая клиника гипотиреоза. Теперь уже өмір бойы бұл науқас міндетті түрде тироксинін алмастырушы терапиясын қабылдау керек. Вот, осылай. Енді қараңыздар. Біз бүкіл көрсеткіштерді қарап, негізгі диагнозды қойып бітті деп ойлап отырсыздар ма? Негізгі диагноз сонымен аяқталды ма? Жоқ, егер көздеріңіз зоркий болса, онда сіздер міндетті түрде жаңа эритроциттің, гемоглобиннің және холестериннің деңгейлерін көздеріңізбен шолып кеткен боларсыздар. Егер солай болса, мен өте қуанышты болам. Өйткені біз қарап отырып анемия мен гиперхолестеринемияны көзімізден таса қылып алмауымыз керек. Біз алдыңғы сабағымыз айтып кеттік, холестериннің деңгейі 2-6, 6-2. Вот өте ұқсас, 26-62 деген сияқты кері саны болу керек болған. Демек, мұнда абсолютный холестеринемия, гиперхолестеринемия және жеңіл дәрежелі анемия тұр.
Неге біз бұл көрсеткіштерді науқастың диагнозына жазбаймыз? Бұл кезде біз жазуға не имеем права, потому что бұл заттар гипотиреоздың клиникасына кіріп кетеді. Оны отдельно нозологияға бөліп алып, оны емдеудің қажеті жоқ. Егер основной ауруды емдесек гипотиреозды, бұл көрсеткіштер абсолютно қалпына келеді. Неге? Мен іздеп көрдім. Себебі, вот, жақсылап анықтап қараңыздар. Тироксин деңгейі төмендеген кезде көптеген заттардың зат алмасу процестері бұзылады. Өйткені тироксинді білесіздер ғой да, ең негізгі зат алмасуға қатысатын зат. Гемоглобин синтезі бұзылады. Қанша темір, фолий бүкіл жақсы келіп тұрса да, гемнің синтезі бұзылады. Нәтижесінде анемия дамиды, липидтер метаболизмі бұзылады да, гиперхолестеринемия, төменгі тығыздықты липопротеиндер, липопротеин А және гомоцистеиннің жоғарылауы болады. Вот, егер біз тироксиннің деңгейін қалыпқа келтірсек, ол кезде бұл көрсеткіштер процестер реттелу нәтижесінде бұл көрсеткіштер де қайта қалпына келеді. Сондықтан оны отдельный нозологияға шығарып, бұл науқасты апарып темір препараттармен, фибраттармен, статиндармен емдеудің мүлдем қажеті жоқ екен. Өте түсінікті болды деп ойлаймын сіздерге. Сонымен біздің ең негізгі ықтималды диагнозымыз ол аутоиммунды тиреоидит, гипотиреоз, орташа дәрежелі немесе манифесті декомпенсацияланған болады. Не үшін қойғанымыз, осын ары қарай өзіміз негіздеп шығамыз, оның қиындығы жоқ, мен тоқталмай-ақ қояйын. Енді диагнозды растау үшін қажетті науқасты тексеру жоспарын құрастыру керек. Осы науқастың жағдайында мен енді осы қалқанша безінің тінінің мөлшерін, эхогенділігін, оның қанмен қамтамасыз етілуін анықтау үшін ультрадыбыстық зерттеумен синтографиясын жүргізем, ол маған жеткілікті. Одан кейін барып, енді медициналық көмек көрсету стандартына сәйкес емдеу тағайындауым керек. Ең айта кететін момент, гипотиреоз кезінде тек бір ғана препарат бар, ол единственный препарат, ол левотироксин натрий деп аталады, L-тироксин. Қалқанша без гормондармен алмастыру, заместительный терапия деп аталады ғой қысқаша. Протокол бойынша то же самое жалғастырамыз. 60 жастан кіші жүрек қан тамыр аурулары жоқ науқастарда дене салмағының 1,6, 1,8 микрокилограмм на килограмм дозасында L-тироксинді тағайындау қажет. Емді дәрілік заттың толық дозасынан бастаймыз. Ерлер үшін шамамен бастапқы доза 100 микрокилограмм тәулігіне болу керек. Енді қараңыздар, біз айтып кеттік қой, біздің науқасымыз алды жылда прям 44 кило салмақ қосып 118 килограмм болды деп. Мен барамында 1,6 мен 1,8-дің орташасы 1,7-ні алып көбейтем. Сол кезде менде 206 микрокилограмм тәулігіне деген көрсеткіш шығады. Мен қарайым, ерлер үшін максимум 100 деп тұр ғой бастапқы дозаны. Мен не істеймін? 200. Мен бұл пациент аямайым. Апарамда режимді, физикалық жаңағы тәртіпті бәрлігін, диетаны бәрлігін қоса тағайындап, әрі үстінен 200 микрокилограмм тәулігіне левотироксинді қосып берем. Пускай қиналсын, өйткені 6 жыл бойы ол жүрді қаралмай, денсаулығына қарамай деп, сондай шешім шығарып жіберем. Конечно, ол дұрыс емес, но оның жағдайында это терпимо, потому что 100 это шамамен. Ол 100 бен 200-дің арасында колебация етуі мүмкін. Енді мен оны қалай өлшеп берем? Основное единственное лекарство это левотироксин натрий. Мен айтып кеттім, ол микрокилограмм өлшемінде таблетка түрінде шығады. Мұқият қарасаңыздар, таблеткалар өте ыңғайлы. 25, 50, 75, 100, 125, 150. Мен осы науқасқа айтам, 2 таблеткадан қабылдайсыз. Болмаса күніне 2 рет барып аптекадан 100 микрокилограммдық сатып аласыз, және оны таңертең кешке күніне 2 рет пайдаланасыз. Вот, осылай алып кете берем. Енді бізде 5-ші сұрақ тұр ғой. 3 айдан кейін осы науқас тиреотропты гормон деңгейі 7,2 милли международный на литр деңгейде келіп тұр. Енді не істейді маған? Енді не істейміз? Аламыз, өлшеміз. Бастапқыда ол 14 еді ғой, қазір 7,2. Демек, 3 айдың ішінде ол 2 есе қысқарып тұр. Бірақ әлі 4-ке дейін ерте. Демек, мен 200 микромоль на литрді жақсы, микрокилограммды жақсы тағайындадым. Ой, қате айттым. 200
микрокилограмм тәулігіне дозаны дұрыс тағайындадым. Алып барамын да, еще үстінен ең аз деген тағы бір таблеткадан қосамын. Барып ол науқас әрі 100 микрокилограммдықты, әрі 25 микрокилограммдықты сатып алады да, ары қарай екеуін қосып ішеді. Сол кезде күніне 225 микрокилограмм деңгейінде кетеді. Вот, 3 айдан кейін қайтадан проба тапсыруға келеді. Солай науқаспен біз айналысатын боламыз. Осымен біздің клиникалық ситуациялық есепті талдау аяқталды. Сіздерге көп рахмет. Алғыс ретінде менің каналыма жазыла отырыңыздар. Өте қуанышты боламын. Достарыңызға таратыңыздар ары қарай. Сау болыңыздар. Менен тағы да видеолар күтіңіздер.